Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге дастарханның сәнін алатын бір керемет бір бәліш пісіреміз. Булочка, то есть кешіріңіздер, булочка пісіретін боламыз. Ал ендеше бастайық. Мен дайындап алдым. Алдын ала мінекей 2 стакан жылы сүтім бар. Бірінші бесмә деп 2 стакан сүтімізді құямыз. Жылы сүт. Бәрібір қандай болса да. Мен үйде ауылда жүргенде авраттан да жасай беретін тұғым. Бесмә деп сүтімізді құямыз. Оған бірінші дрожжымызды салайық. 1 шай қасық дрожж. Сосын 1 үлкен қасық. 1 үлкен қасық деп бұл. Үлкен қасықпен 6-7, енді сіздер өздеріңіз білесіздер, тәттілеу қылам десеңіздер молырақ салыңыздар. Мен енді 1 қасық, 5 қасық салам. 2, 3, 4, 5. 6 сала салайыншы. 6 қасық салдым. Енді оған әдемі сармайым бар. 100 грамдай сармай. Үйде тұрған, бөлмеде әдемі еріп тұр өзі мінекей. Сосын мынандай жуылған 2 жұмыртқам бар. 2 жұмыртқаның толығымен сала берейінші. Ойлағам жаңа мен сарысын алып қалам ғой деп жарайды ештеңе етпейді. 2 жұмыртқа. Енді кішкене мен ұмытып бара жатырмын. Ұмытшақ болып баратырмын картайманы беріп. Кішкене біз шай қасықтың ұшымен азғантай тұз салуға болады. Енді осын жақсылап тұрып араластырамыз. Кішкене араласқанша араластырыңыздар. Енді қалған қазір ұнмен де араласа жатады ғой. Жұмыртқасы кішкене сарысымен ағын қатеп араластырып жіберейік. Бұл енді булочканы барларыңызда пісіру білетін шығарсыздар, бірақ осы маған ұнап жатыр. Сол үйге қазір шайға 5-тің шайына пісірейін деп ойлап жатырмын. Енді осыны ұнмен араластырып, қанша сорат, сонша ұн саламыз. Ұнымызды елеп дайындап қойдым. Бесмә деп енді ұнымызды саламыз. Бесмә. Өте көп салмаңыздар. Үстіне салып отырасыздар ғой. Сосын жақсылап қатты қылмай, әдемілеп, махаббатпен деп күштеп тұрып қамыр жасаймыз. Бұл енді бір ерекшелігі, мен сіздерге ойлағам, өзіммен осындай қамырмен жұмыс жасаған өте қатты жақсы көрем. Бұрындары үйде болған, ауылда тұрғанда мен кәдімгі ірімшікті салып, кейде үйде ірімшік көп болғанда, енді тастамайын, обал болады ғой деп, кейде дұрыс салып құрт жасап жүрем, пысық болсам езіп-езіп. Болмаса осындай булочка жасайын да, сүттің орнына мен жаңағы ірімшік салатын тұғым. Енді мен үйдегілер жаңағы менің отағасы үйдегі жігітім айтып жатыр. Булочканың арасына әдемі тәтті ірімшік салып, солай жасап шай ішсек қайтеді дегеннен кейін солай жасап жатырмын. Мінекей осындай қамыр жасап аламыз. 1,5 сағат болды. Қамырымызды жылжыға қойып едік, әдемі болып көтеріліпті. Мінекей. Көрсетейін сіздерге, нағыраңыздар қандай керемет. Енді осыны бірнеше бөлікке бөліп аламыз қазір. Ой, қандай керемет. Жұмсақ. Қараңыздар қандай керемет. Осылай мен рецептімен аштыңыздар. Сүт, мен сіздерге айтайын дегенім, сүт менікі өте төмен проценттегі сүт. Сіздер енді сүт жаңағыдай қою не болатын болса, міндетті түрде су құйыңыздар. Себебі құр сүттен кішкене сіңірлеу болады. Мысалы, сүттеріңіз қою болса, жаңағыдай 200 грамм сүтке, мысалы, 200 грамм су құюға болады. Мен осындан осындай дөңгелекшелер жасап аламыз. Мен молырақ қып істеппін, енді көбірек болсын деп кішкене шай ішуге, жаңа тіспасар дейміз ғой. Сондайға жақсы. 5-тің шайына дейміз бә енді. Үшеуі үлкендеу екен. Осылай етіп жасап аламыз.
Енді булочкамызды кішкене 1-2 минутқа мына ішіне салатын ірімшігін дайындағанша бет жауық тұра тұрсын қамырымыздың. Енді оған бізге не қажет? Мына қолдың ірімшігі, міне осылай салафанға салып, ауылдікі, мінекей үйдікі. Соңғы ірімшігі ау деймін. Осын жаңа ертіп қойдым, бесіне деп ыдысымызға саламыз. Керемет. Кәдімгідей. Үп-ақ әдемі иісі де әдемі керемет. Мінекей ірімшігіміз. Енді осыған енді мен кішкене тәттілеу болғанын қалаймын ішіндегі ірімшіктің. Сондықтан да мен қантты бір 5 қасықтай қант салдым, үлкен қасықпен. Кішкене тәтті болсын. Булочкында қанты онша көп емес, сондықтан да сосын магазиннің қаймағы 1-2 ас қасықтай болады, жобалап. Болмаса салмай-ақ қоюға болады. Мен болғасын салып жатырмын. Бұның майлылығы да аз, сондықтан да өте қатты майлы болып кетеді деп ойламаңыздар. Бір жұмыртқаның ағын ғана қосамыз да сарсын бетіне жағуға алып қаламыз. Енді осын жақсылап араластырамыз. Ванилиндеріңіз болса, ванилин қосып жіберуге болады. Мен де білмеймін, сол үйде бар ма екен, жоқ па екен, жаңа қарамаппын соны. Қазір қарап көрейін, егер де болса, үстіне салып жүреміз. Бір ванилин. Болмаса, өте қажет емес. Мейіз болса, мейіз салуға болады. Өрік болса, кішкентай, өріктен кішкентай кесіп ақтап, өрік салуға болады. Мінекей ішіне салатын салмамыз, ірімшігіміз дайын болды. Қамырымызға кірісейік. Осыны енді жақсылап жаямыз. Өте жұмыртқа қылмаңыздар. Енді бауырсаққа қиықшағы жасайсыздар ғой. Ой, қандай керемет. Қамырына қараңыздаршы. Көп нәрсені қажет етпейді. Жаңағы қолда сармайларыңыз, сливочный майларыңыз болмаса, сұйық маймен де жасай беруге болады. Осы шай ішуге өте керемет. Дүкеннен сатып алғанша осылай қолдан жасап жеңіздер. Қолдық не дегенмен де жақсы ғой, ішіне не бар екенін білесіздер. Болды. Енді осыны қазір біз 4 бөлікке бөлеміз. Болды. Қалыңдығын көрсең сіздерге. Жақындап жүрші кәне. Қалыңдығы мынандай ғана, міне. Көрдіңіздер ме? Енді осыны біз 4 бөлікке бөлеміз. Қазір жиылып қалып жатыр. Жоқ, осылай бөлек, мінекей. 4 бөлікке деп. Енді осыны ұзынша етіп, кәдімгідей турап шығамыз былай. Қалыңдығы осылай болады, несі, жалпақтығы көрдіңіздер ме? Осылай. Ал мінекей құрметті көрермендер, мен біреуін көрсетіп берейін сіздерге бірінші. Мінекей бүйтіп екіге бөліп аласыздар. Мына жағына жаңағы ірімшігімізді бүйтіп саламыз. Көрдіңіздер ме? Енді осыны ақындап, кішкене салыңқырап жүріңізші. Осыны бүйтіп ақындап бір-біріне қосамыз. Екі жағын. Әдемі қосылады, нан әдемі. Осылай етесіздер. Ішіне қарата кіргізіп. Сосын мынау үшеуін бүйтіп өреміз. Кәдімгідей өреміз. Сосын бүйтіп үстінен мынаған бүйтіп жапсырып. Осылай етіп барлығын жасап шығамыз. Осындай әдемі өрілген булочкамыз дайын болды. Енді осының бетін
осылай жұмыртқаның сарысына кішкентай ғана бір ас қасық сүт құйып, бетіне осылай түгел жағып шығамыз. Егер мак себем десеңіздер, бетіне жаңағыдай кунжут себеміз десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Мен осыны ештеңе де сеппей, осылай ғана пісірейін деп тұрмын. Енді қазір осы жұмыртқаны жағып алып, бір 10-15 минутқа жылы жерге, жаңағы жылып тұрған духовкамызға салып, кішкене көтертіп аламыз. Сосын барып 160-170 градуста 15-20 минуттай піседі. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздермен бірге маман жасаған бәліштердің дәмін тататын боламыз. Қандай керемет, иә? Мен біреуін алып бөліп берейін бе? Қайсысын жейсің? Бесма деп, мына қараңыздаршы, қандай керемет. Бесма деп арасын бөліп. Не ірімшігі? Дәмін көре ғой. Мен өзімде бесма дәмін көрейін, жегім кеп тұр. Қаймақпен жемейді, қаймақсыз. Не жұмшық? Жіп жұмсақ неке. Керемет екен. Ал енді дәм татамыз. Бірінші қаймақсыз, екінші қаймақпен. Ас қойсын жаным. Қаймақпен. Әдем екен, ірімшігі дәмі қалай екен? Ванилин дәмі шықты ма? Асан үстін жеп. Күшті. Бестің шайына әдемі. Оңайда қаймақты жақтырып сөйтеді. Күшті? Қаймақпен күшті өткен. Маған ада дәмі өте күшті. Ірімшікпен, қаймақпен күшті өткен. Маған ада сіздерге не айтты деген ойдам. Обязательно жасап көріңіздер. Шайға, бестің шайына күшті болады прям. Подписка жасаңыздар мамаға деп. Лайк басыңыздар, комментарияға наған жазыңыздар. Сау болыңыздар. Ал құрметті көрермендер, міне сіздермен бірге жасаған тәтті бәлішіміз дайын болды. Өте оңай, табиғи ішінде натуральный ірімшікпен үйдің. Маған подписка жасап лайк басып кетіңіздер, комментария қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.